Мен Қарағанды медициналық университеті биомедицина факультетінің бірінші курс студенті Садықова Наргиз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сындарлы 10 жыл атты кітабын сіздерге таныстырмақпын. Бұл кітап Атамұра баспасында 2003 жылы басып шығарылған. Кітап 240 беттен тұрады. Оның ішіне кіріспе, 5 бөлім және түйін кіреді. Әр бөлімі 30-50 беттен тұрады. Олардың өзіндік мән мағынасына сай тақырыптары да көзге түсерлік. Кітапта Қазақстан үшін жаһанданудың әлемдік саяси жүйесі мен әлемдік трансұлттық экономика процесіне тартылу қаншалықты маңызды деген сұраққа жауап ізделінеді. Яғни ұлттық, аймақтық және жаһандық қауіпсіздік мәселелері қарастырылады. Мұнда автор деректі материалдар негізінде 21 ғасырдың басындағы ұлттық және мемлекеттік қауіпсіздікке төнетін барлық қауіп-қатерлерге жан-жақты баға береді. Бұл кітапты оқу арқылы әр азамат елді және елбасын қазірден бетер құрметтейтініне күмәнім жоқ. Сол себепті осы кітапты оқуға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.